Ақбаянды әлі көрген жоқпыз. Атыраудағы қайғылы оқиғаға қатысты марқұмдардың жақыны сұхбат берді. Атырауда орын алған отбасылық трагедияға қатысты марқұмдардың туысы Шалқар Мұханғалиев сұхбат берді. Бұл туралы Алаш.кз ұлттық порталы хабарлайды. Индонезиядан елге жеткізілген екі күдікті мен жалдамалы үй маңынан табылған бауырларының мәйіті туралы Шалқар Мұханғалиев былай деді. Полиция қызметкерлері хабарласып айтты. Екі мәйіт табылды. Күдіктілер елге келді, ұсталды деді. Ақбаянды сұрағанымызда психологиялық орталыққа орналастырылды деп айтты. Оны әзірге көрген жоқпыз. Қазіргі мақсатымыз екі сүйекті алып, аман-есен елге апарып жерлеу, деді Мұханғалиев. Қадірлі көрермендер, бұл жағдайды естігенде шынымен жүрек ауырмай қоймайды. Бір отбасының бірнеше мүшесінен айырылуы өте үлкен қайғы. Туыстары үшін бұл оңай емес екені түсінікті. Қазір олардың басты ойы марқұмдарды соңғы сапарға лайықты шығарып салу шығар. Осындай сәтте қандай сөз айтып жұбатарыңды да білмейсің. Ең бастысы, марқұмдардың рухы тыныш болсын, ал жақындарына сабыр берсін деп тілейміз. Қалған жағдайдың бәрін тергеу анықтайды деп ойлаймын. Шындық толық ашылып, заң бойынша әділ шешім шықса екен. Мұндай қайғылы жағдай енді ешкімнің басына түспесін. Адам өмірі бәрінен қымбат.